Достар, мысалы ше, өмірде бізге бір адам келіп бар ғой, сен былай болу керексің, сен отыру керексің, сен тұру керексің, сен мынандай киім кию керексің, сен мынандай тамақ жеу керексің, сенің мына жерің дұрыс емес, мына жерің дұрыс деп бізге біреулер келіп баға бере бастаса, немесе өздеріне ұнайтын қылып бізді кәдімгі пластилин сияқты бүйтіп майыстырып бір формада қалыптастырғысы келсе бізге ол ешқашан ұнамайды да. Ондай нәрсе ешкімге ұнамайды да өмірде. Өйткені барлық адам өмірде еркін болғысы келеді, өмірде өзінің орнын тапқысы келеді, өзімен өзі жүргісі келеді да. Бірақ соған қарамастан көп адамдар, сіздердің араларыңызда ондай адамдар көп та, өзгелермен алысуға кәдімгі белін таянып тұрып кірісіп кеткен адамдар бар да. Өзгелерді өзгертуге, өзін өзгертуге емес, барлық вниманиясын, назарын, бүкіл энергиясын өзгелерге құртып жүрген адамдар бар да. Бірақ та өзгелер келіп сені дұрыстағысы келсе, саған ұнамайды да. Бірақ сен өзгелерге ұнамайтын нәрсені өзің де жасап жүрсің. Былай қарасаң, егер адам өзінің жаңа энергиясынан, өзінің ішінен өзін бақылаушыны тауып сыртынан қарай бастаған кезде адам түсінеді да, то, что адамдарға ұнамайтын нәрсені сен өзің де жасап жүрсің да. Өзгелер саған келіп соны жасаса, өзің де ұнатпайсың. Сондықтан сіздерге айтарым, ешқашанда өзгелермен алыспаңыз, ешқашанда назарларыңызды, фокустарыңызды біреуге аудармаңыздар. Бүкіл внимание, фокус, назар тек қана өздеріңізді дұрыстауға, өздеріңізді дамытуға, өздеріңіздің минустарыңызды, кемшіліктеріңізді көріп, соны плюсқа айналдыруға, больше өздеріңіздің уақыттарыңызды кетіріңіздер. Өлгенше тек өзіңмен айналсыңдар, тек қана өзіңмен. Өзгеге айналыстың деген сөз, өзгелерге фокусыңды бұрып, бүкіл өміріңді өзгелерге арнадым деген, ол бүкіл сен өзің өміріңді тоқтатпайсың да, өзгелерге арнайсың да өміріңді. Бір қарасаң өмірің өтіп кетеді. Өйткені өмір өткінші уақыт өтіп жатыр. Сондықтан да займитесь только собой. Жизнь прекрасна. Сен өзіңді дұрыстаған кезде бүкіл жан-жағың дұрысталады да. Махатма Гандидің сөзі бар ғой. Если әлемнің дұрысталғанын, жан-жағыңның дұрысталғанын қаласаң, ең бірінші өзіңді дұрыста деген сөз бар да. Сондықтан адам өлгенге дейін, последний соңғы демің шыққанға дейін Құдай қанша ғұмыр берді, өмірмен қоштасып бара тұрып тек өзіңді дұрыстап кетесің болды. Өзіңді бүкіл күшіңді, бүкіл энергияңды тек өзіңе бұрасың. Сол кезде өзінің фокусын басқарған адам, ол өзінің өмірін басқарған адам. Өмір ғажап, достар.